Сәлем достар, бүгін сіздермен зебра пирогын дайындаймыз. Ол үшін бізге айран, сұйық май, какао ұнтағы, жұмыртқа, қант және ұн керек болады. Ең бірінші айранымызды үлкен ыдысқа салып, жарты шай қасық ас содасын салып, жақсылап араластырып аламыз. Айранымызды бір шетке қойып, үлкенірек ыдыс алып, 2 жұмыртқа мен қантымызды салып, жақсылап ағарғанша венчикпен араластырып аламыз. Мінекей мен жақсылап араластырып алдым. Аппақ болып көбейді. Енді осы массамызға ақ майымызды құйып аламыз. Оны да жақсылап араластырып аламыз. Оның үстіне жаңағы айранымызды құйып аламыз. Бұны да жақсылап бір массаға келгенше араластырып аламыз. Енді дайын массамызға ұнымызды ситадан өткізіп салып аламыз. Ұнды ситадан өткізгендеріңіз дұрыс. Ешқандай комок қалмайды, түйіршіктелмейді, және де пирогтарыңыз жақсы болып көтерілетін болады. Жарты шай қасық қопсытқыш қосып алдым. Енді жақсылап бір массаға келгенге дейін араластырамыз. Жақсылап араластырыңыздар, түйіршіктері қалмайтындай болсын. Міне дайын болды. Енді массамызды 2 бірдей ыдысқа бөліп құйып алатын боламыз. Мен 2 бірдей кесеге құйып алдым. Екеуін теңдей етіп бөліп құйып аламыз. Әне мен құйып алдым. Бір кесеге 2 ас қасық ұнымызды, екінші кесеге 2 ас қасық какао ұнтағын ситадан өткізіп аламыз. Ситадан өткізгендеріңіз дұрыс, өйткені арасында түйіршік қалмайтын болады. Енді екеуін жақсылап араластырып аламыз. Мен бұл жерде біріншісін венчикпен араластырып көрдім, бірақ венчикпен жақсы араласпағаннан соң қасықпен араластырдым. Жақсылап түйіршіктер қалмайтындай етіп араластырып аламыз. Енді какао қосылған қамырымызды да жақсылап біркелкі массаға келгенше, түйіршіктер кеткенше араластырып аламыз. Достар, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, каналымның дамуына үлестеріңізді қоссаңыздар. Рахмет. Мінекей 2 массамызды дайын болды. Мен бұл жерде формамды дайындап алдым. Екеуінде бірінен кейін бірін араластырып тұрып құйып аламыз формамызға. Осыны құйып жатқан кезде пештеріңізді қосып 180 градуста қыздырып дайындап қойсаңыздар болады. Екеуін бірінен соң бірін бір реттік құйып шығамыз. Қазақша каналдың дамуына үлестеріңізді қосып, подписка жасап, лайк, коммент жазып кетіңіздер. Осылай бәрін бірінен кейін бірін құйып аламыз. Әлі де каналымда өте көп рецепттер шығады. Подписка жасап, колокольчикті басып қойыңыздар. Видеом шыққанда бірінші болып көретін боласыздар.
өте әдемі, өте дәмді болып шығады. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Жасап көріп, отзывтарыңызбен бөлісіп тұрсаңыздар, мен үшін өте үлкен қолдау болатын еді. Осылай таяқшаның көмегімен бетіне гүл сызып алдық. Енді 180 градуста 40 минут пісіп алдық. Піскен піспегенін осылай тексеріп аламыз. Менде пісіпті. Енді формадан босатамыз. Пирогым әдем болып көтерілді. Әлі ыстық, енді шықты пештен. Әдемілеп тарелкамызға салып алдық. Енді кесіп дәмін көреміз. Ыстықтай отбасыларыңызбен шай ішсеңіздер өте керемет пирог болды. Жасап көруге кеңес беремін. Каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Енді дәмін көрейік. Дәмі енді айта алмаймын, өте керемет. Сіздерге де жасап көруге кеңес беремін. Келесі рецепттерімде кездескенше қош сау болыңыздар.